Из солнечного города Шымкент. Шырайлы Шымкент қаласынан арнайы атпасын тірек берген құрметті қонағымыз консул статусындағы Сыдыбекова Күләш ханым болса алғышпен орға шақырайық. Гранде консул Сыдыкбаева Күләш, ваши бурные аплодисменты! Мен өзімді таныстырып өтейін. Шымкент қаласына боламын. Есімім Сыдықбаева Қордабай қызы. 3 перзентім бар. 5 немеренің әжесімін, жолдасым бар. Аллаға шүкір, жан-жағым түгел, 4 құбылам түгел дейді ғой қазақтар. Мен сіздермен қазір бұл компаниямен қалай келгенімді, бәрін өзім успехім бәрін бөлісетін боламын. Давайте бірінші осындай жақсы программаны қабылдау үшін орнымыздан тұрайықшы бәріміз, өзін сатып жатыр. Сіздер товар сатып әуре болмайсыздар. Біздер спикерлер беруші, давайте заниматься етеміз. Біз қазір не істейміз? Береміз. Қолдарымызды берейікші, халыққа берейікші, барлық нәрсені берейікші. Береміз, аламыз. Береміз, аламыз. Заниматься етіңіздер. Адамда әлемнің 7 кереметі дейді. Денежный потокты ашайықшы бәріміз. Денежный потокты ашамыз. Вселенныйда барлық жақсы программаны қабылдауға бірінші мышлениемен адамның басы бірінші қабылдайды, білесіздер, Одан кейін істейміз, миллиондарды қабылдауға жұмыс жасаймыз, қолымызды қыздырамыз, қарттырақ, тез қыздырамыз қолымызды. Сосын бір-біріміздің көзімізге қарап тұрып, әрбір бақ, дәулет, үлкен байлық мейірімге керек. Бір-бірімізді құшақтайықшы, команда. Бір-бірімізге мейірімімізді төгейікші. Енді қолымызды шапалақтап, әрбір күнімді осы бизнеске қалай келгенімді сіздерге өзімнің өмір баяныммен, менің өзімнің өмірімнің өзі. Кейде өзімнің өмірімді айтатын болсам, кей кезде көзіме жас келеді. Бірақ сол қиындықтың бәрінен өттім. Осы компанияға келер алдым, өзім қатты ауырдым, өте қатты ауырдым. Спальнемнан кухняма жете алмайтынмын. Көшеге шыққан кезде мына қасымда қызым жүр. Немеремді каникулға жіберген, таяқ ұстайын десем ұялам, жаспын. Оның үстіне бұғын сетевой компанияда жұмыс істеймін. В основном сетевиктер білесіздер ме, намысты халық болады. Біздің намысымыз жібермейді, мынандай мықты боламыз да. Сонымен немеремді қолыма ұстап, таяқ, менің қасыма келгеннен ол немерем біледі, қолым былай қатты ұстайды. И мен соны ұстап жүрем, сонымен жүрем. Сонымен күндердің күнде маған Сабира Беренина өзінің личный спонсорым Алматы қаласынан маған звондады. Күләш ханым, осындай болып жатыр, оған қалай қарайсыз? Сабира ханым дедім, менің дедім, бизнес істеуге шамам жоқ. Мен баяғы Күләш болмай қалдым, шын айтсам дедім. Мен күннен күнге нашарлап баратырмын. Не болып отқанын өзім түсінбеймін дедім да. Сонымен мен саған бір адамды жіберейін, сен сол жерге жете аласың ба деді. Иә, жарайды, мен жетейін деп немеремді ұстап бардым. И сол жерде сағат 10-да бардым, маған жаңа мені түсіндіріп айтып жатыр. Бірақ мен продукцияны мойындағым келген жоқ. Өйткені неге? Соға дейін неше түрлі баттарды ішіп, мен дегенім әбден шаршадым. Сонымен интернеттен, инстаграмнан бір аппарат көрдім. 750 мың теңгеге белімде грижа ғой, жүре алмаймын. 750 мың теңгеге операцияға барғым келмейді, өйткені интернетте көп подписчиктерім көп, жаңа пост қойғанымда 40% адамдар креслоға отырып қалған екен, мен содан қорқамын да, содан барғым келмейді. Сонымен жаңағы 750 мың, вообще 1 миллион ақша табу керек, бір нәрсемен заниматься ету керек деген нәрсе өзіммен өзім күресем, түнде жатқанда
медитация тыңдаймын. Осы өзіммен өзім күресіп жүрген жағдайда осы Сабира ханым звондады ғой. Сонымен бардым сол жерге, бір капсуланы маған ішкізді тамақтан кейін. Мен ол продукция емес, маркетинг тыңдап отырмын. Өйткені неге? Жаңа осы жерде бір спикеріміз айтты ғой, қашан айтты өзі, мен аш келдім компанияға деп. Кәдімгідей ақшадан нуждаться еттім да. Өйткені Аллаға шүкір совсем ақшам жоқ емес. Бала шағам бар, күйеуім бар, бірақ сол моментте бір отбасымызда болды. Күйеуім қайта-қайта инфаркт алып жатыр. Менің бірталай ролигімді көрген бүкіл ютубқа тарқап кеткен. 2 мәрте инфаркт, 3 мәрте инсульт алып жатыр. Бір отбасымызға сондай бір ауырлау жағдай келіп қалды да. И сонымен берді, түсте маркетинг талқылап отырып тағы іштім. Немереме кете бер дедім, сен дворға ойнай бер, үйдің өзіміздің районда кафеге барғам. Сонымен сағат 5-терде қайттым. Мен сол жерге барған кезде осы столға бүйтіп отырып сүйеніп әрең отыратын. И қайтар мына жерде аяғым келмейді. И қайтар кезде спокойно бүйтіп кетіп баратым. Ана кісіге айтып тоқтадым да, сіз тоқтаңызшы дедім, маған не бердіңіз сіз дедім. Маған не бердіңіз дедім. Сөйтем ол кісі білмеймін, маған мер жіберді ғой деді, өзі білмейді ғой. Маған передавать етіп беріп отыр, өзі білмейді оны. Сосын мен бір жерлерде айтуға бұны қорқтым. Өтірік сияқты да, маған 5 сағатта қандай продукция әсер береді айтыңыздаршы. Сонымен Түркістанға барғанда осыны бір эксперимент жасап көрейікші дедім. 1 сағатта бір келіншек әсер етті. Сонымен чатқа қосты, оказывается, чатқа қосылсам 1 сағатта, 1 күнде, 2 күнде деген әсер еткен результаттар өте отзывтар көп екен. Сонымен көзім жетіп, ары қарай мен жұмыс істедім. Білесіздер ма? Көп адам жазған жоқпын. 1 айдың ішінде 40 адам жаздым. 40 адам жаздым. Өйткені не істедім? Мен сөйтіп еттім. Мен біріншіден жұрттар жаңа айтып жатыр, квантовый скачок дейді. Квантовый скачокқа адамдар миллион ақша төлеп жатыр. Білесіздер ма? Менде бәрі тегін болды. Өйткені неге? Мен өзгергім келді. Мен күннен күнге жерге кіріп баратырмын. Мен өзімді анау құлаған адам ұлы емес дейді, орнынан тұрған адам ұлы дейді ғой. Сол сияқты өзіммен өзім күрестім. Мен аяқтан тұрамын. Мен қайтадан бұрынғыдай бизнес бастаймын. Мен Алладан сұрадым. Алла дедім, дедім, мен сетевойдан басқа жұмыс істей алмаймын, шын айтайын. Менің жұмысым сол, уже 20 жылдан асып кетті, басқа жұмыста істей алмаймын мен. Біреулер профессия кім десе, врожденный сетевикпін деп отыра беремін. Үлкен ортада депутаттардың арасында тұрсам да, менің мамандығым сетевик, мен сетевик болып жұмыс істеймін деп айта беремін. Өйткені неге? Біздің қазіргі тапқан аяқтарымыз депутат алмайды, шын айтқан кезде. Сонымен жұмысты бастадық, мына қандай жетістікке жетіп жатырмыз, керемет жетістікке жетіп жатырмыз да. Енді қараңыздаршы, команда, біздің Dandelion компаниясы бір Алладан келген бір үлкен бір несібе деп ойлаймын. Әрбір қазағым жалғызым дейді, әрбір қазағым байып кетсін деп сондай бір поддержка болып келген компания деп ойлаймын. Кейбір адамдарды шақырасың ғой, көнбейді да, мен ода адамдарға ешқашан ренжімеймін. Сіздер де ренжімеңіздер. Өйткені неге? Мысалы, менің басыма әкелген бақ, осы аяқтан тұруым, мынау сіздердің алдарыңызда тұрғаным, маған Алладан келген несібе. Алладан келген, Алланың құзыры, айтыңыздаршы. Енді сіздерге біреу айтса, көнбей жатыр ма, тыңдамай жатыр ма, легко отпускайте, потому что Алланың алдында ол адам ондай үлкен ақшаға әлі дайын емес. Алла тағала оған ол ақшаны бұйырып тұрған жоқ. Бірақ біз каждый партнерімізді жанымызды, танымызды беріп, мына жүрегімізбен айтып жатырмыз әңгімені. Жүректен шыққан сөз всегда жүрекке жетіп жатыр деп ойлаймын мен. Біздің әрбір партнеріміз осылай беріп жатыр да информацияны. Міне осындай компания келді, сіздер команда. Қазір көп деген қазақ елімізде, осы қазақтар, біз көбіміз тенговый миллионер болып кеттік. Бар ма осы жерде? Миллионерім деген адам қол көтеріңіздерші, қанша процент отыр екен? Міне көрдіңіздер ма? 70% адамдар миллионердің қатарына жатып кетті. Өткенде мен жолдасыма айтам, жолдасыма былай деп айтам, мен миллионер болып кеттім ғой, білесің бе, ол қалай дейді. Мен дедім, миллиондап налог төлеп жатырмын, миллионер болмағаннан не болдым?
мен налогқа 15%-ке шығып кеттім ғой. 12% НДС, 3% налог төлейтін болдым. Ол қай кезде? Уже объем өтіп кеткен деген сөз да ол. Сондықтан сіздерге сондай үлкен табысқа жетіңіздер. Енді жолдасымның тағы бір несін айтайын сіздерге. В основном қазірде адамдар, біздің қазақ халқымыз инсультпен, инфарктпен қатты қиналып жатырмыз. Мен көп информацияда айтамын. Осы сөзді сіздер де айтыңыздаршы. Мынау сценада отырған адамдарда полный қанша орта жастағы адамдармыз, біз қазақтар ұрпағымыз аман болсын деген қазақпыз, дұрыс па? Халықпыз. Енді қазір үйдегі балдарыңыз не істеп жатыр? Сіздер не істеп жатсыздар? Мысалы, мен орта жастағы адаммын, мен майлы тамақ жемеймін, мен ащы жемеймін, мен фантакола ішпеймін, мен энергетический напиток ішпеймін. Қазіргі жастарға қарағанда, осы отырған сіздердің барына қандарыңыз сұйық, денсаулықтарыңыз жақсы. Ал біздің ұрпағымыз үйде шұлыққан, бала-шағаларыңыздың, немерелеріңіздің жайлап сырттан тамағын бағып қараңыздаршы, не ішіп жатыр олар? Фастфуд, фантакола, энергетический напитоктар ішеді ма? Ішеді. Мына сондықтан біз өзімізді ғана ойламауымыз керек. Біз ұрпағымызды ойлап, біздің продукцияны әрбір жас балдарымызға, үйлерімізге, ұрпағымызға беруіміз керек. Біз соларды аман алып қалуымыз керек. Өйткені менің жолдасым ауырған кезде 93-ші жылғы бала 2-ші мәрте инсульт алып жатыр. Тілі күрмеліп сөйлей алмайды. Мен соны көзіммен көрдім. Ол жап-жас балада қаяқтың инсульті. Ол қайдан келді? 25 жасар бала өмірден өтті. Ваннадан шықты да құлай салды, ойласа, тромб жанып кеткен. Қазіргі жастар ауруды сезінбейді, потому что у них организм молодой. Біз осыны ойлауымыз керек. А менің күйеуім 3-ші мәрте инсульт алған кезде осы ер адамдар негізі бір салғырт келеді ғой. Іштесең ішпейді ғой. Іштесең ішпейді. Сонымен ол кісі соңғы кезде инсультта қалды. Соны Астанада едім, срочно ішіп бардым. Үлкен бір врачқа жіберді, стент толып қалған, стенттің ішіне стент тығамыз деді. Барлығына дайын болыңыздар деді. Комаға кетуі мүмкін, өмірден өтуі мүмкін. Қазіргі врачтар жолдасым қасымда болса айта береді екен. Мен айтамын, бүйтіп айтпаңызшы, пожалуйста, мен бөлек жоқ, біз жасырмаймыз. Сонымен операцияға біз добро береміз дедім. А сіздің доброңызды мен қабылдамаймын деді. Ағайыны бар ма деді. Бар, 11 ағайынды. Бала шағаңыз бар ма? Бар. Солармен ақылдасып, солардың рұқсатын алып келіңіз. Өйткені бұл өте сондай күрделі операция деді. Сонымен не істейтінімізді білмейміз. Енді жолдасыма өзі сынып жатқан адамға жыласаң, одан бетер сағы сынады ғой. Мен оны білдірткен жоқпын, потому что өзім де сондай жолдан тұрған ғой. Мен айттым, мынаны 3 мәрте ішші дедім, маған не аштырып отырды. Көресің ғой дедім, саған врачтар дедім, операциядан отказ береді, көресің деп. Мен просто да, мен врач емеспін. Әшейме мотивация болсын күйеуіме дедім. Сонымен МРТ КТ өтіп болғанша қайтадан сол врачымызға бардық, Астанаға жіберген. Отказались от операции, сенесіздер ма? Вообще енді қуанып, өзім результатын алып келіп оқып жатыр ғой. Ана көзінше бүйтіп оқып, не қылмайды да. Оқыдым да жүгіріп барып құшақтап, жаңағы жылап жіберсем, не болды, тыныштық па дейді. Мен айттым, операциядан отказ болды дедім. Осыдан 4 күн бұрын жұмысқа шығып кетті, ол кісі скорыйда жұмыс жасайды. Сол кісінің жағдайы жақсы болғаннан кейін мен сіздердің алдарыңызда жатырмын. Міне команда, әркімнің, әр спикердің өзіне бір осы бизнеске келген өзінің бір историясы болады. Негізінде өте қатты қиналып келдім деп сіздерге шын айтып жатырмын. Бізде қазақта сөз бар, Алла тағала берем десең форчикіден береді деп, форчикіден әшейін бермейді екен. Окошканы ашып қойып оптын береді екен ғой. 1,5 айда өзім жеткен жетістігімді айтып өтейін. 1,5 айда статус советникті жаптым мен. 3 айда директор болдым. Директорский статусты жауып, қызымды алып Дубайға барып келдім. Дубайға барып келгеннен кейін, февральде бардық, по-моему, да? Февральде бардық. Барып келдік. Февральде емес, қай айда бардық? Ал, февральде бардық, я. Келдік, келгеннен кейін, 1-2 апта өтпей, қарасам супер директор болып қаптым. Тура 8 март күні 12,5 миллион ақша шөкіме түсті ғой.
жаңағы менің көрініп тұр ма енді неғылды. Сонымен ары қарай қарап тұрсам 270, ар жағы 800 деген көп та бар. Көзге көп көрінеді екен. Қарасам, ол да бір 2-3 ай өтпей консул болып қойыппын қарасам. Енді амбассадордың жаңағы балдары келе жатыр. Мен бірақ не подтвержденный консулмын. Құдай қаласа, мына жағымнан 2 адам автомобиль алды. Жақында бір айдың ішінде мына жағымнан 2 адам автомобиль алады. 80 жастағы Майра Керімтаевна врач маған жақында. Сіздер оны барлықтарыңыз тануларыңыз керек. Енді қараңыздар да, бұл жерде табыс көзі. Мынау біздің Dandelion компаниясында тапқан ақшаның берекесі бар, білесіздер, байқайсыздар ма? Осы бір аптада тапқан ақшаны екінші аптада жаратып үлгере алмайсыздар ғой, сондай бар ма сіздерде? Қол көтеріңіздерші. Бар, иә? Сонымен күннен күнге табыс көбейіп баратыр. Бірінші кезде анау аурудан қиналып тұрған, ақшадан қиналған адам, маған бала-шағам, қызым күніге 20 мың теңге жіберетін. Ол ақша менің емес сияқты еді. Маған ол қызық емес. Мен всю жизнь өзім зарабатывать еткем. И осыдан ақша тапқан кезде мен ақшаны қалай жараттым? Оңды, солды, рахаттан жараттым ғой. Алтын алам, киім алам, қыдырам, жүрем, рахат болды шын айтсам. Бірақ апта сайын ақша көбейіп баратыр. Не істеймін мен ол ақшаны, айтыңыздаршы? Қой дедім. Мен бардым, Астанаға бардым да, мына 116 квадрат метр бизнес-центрден, жаңа бизнес-класстан 3 комнатты квартира сатып алдым. 63 миллионға. Бір аптадан кейін бардым да, балама однокомнатный квартира сатып алдым, тоже бизнес-класстан. Көрдіңіздер ма, команда, сіздер статус шабуға қарамаңыздар. Бұл жерде апталық табыстарыңыздың өзімен бір талай квартира мен машина алып тастауға болады ғой. Нағып отырсыңыздар. Қимылдаңыздар, ояныңыздар, қазағым, ояныңыздар. Мынандай компания келді ма, беріп тұрма, жылып алсаңыздар, берді ма, жылып алыңыздар. Ойлану деген жоқ. Каждый минут ақша бұл жерде. Время деньги дейді ғой. Сондықтан бүгіннен бастап сіздер жаңадан келген новичоктар, сіздер өте керемет компанияға келдіңіздер. Бірінші Шымкентке келген кезде, бірінші конференцияда 300 адам жиналған. Сол кезде мен айтқан едім, потому что мен маркетинг изучать еттім ғой. Мына жерде бүгінгі отырған адамдардың бәрі осы күндеріңізге рахмет айтасыздар. Будущий миллионер дегенде қазір бәрі миллионер, білесіздер ма? А бүгінгі келген новичоктар, сіздер болашақ миллионерсіздер. Мына, енді сіздерге біріншіден мына Ақтөбе халқына, еліне келген кезде мен өзім осы елді бірінші аяқ басуым. Ақтөбе елін көрмеген. Осы Ақтөбе деген кезде біздің қазақтың батыр қыздары, жаңағы біз аруағын сыйлаған халықпыз ғой. Мәншүк пен Әлия апамыздың аруағы есіме түсті шын айтсам. Мен сондай керемет елге келдім. Әлия мен Мәншүк апамыздың кіндігі қанған, кіндігінің қаны тамған жерге келдім деп өзімді бір толқып, мына үлкен апаларымызға, үлкен аруаққа мың алғыс, разымын. Екіншіден, қазіргі мынау біздің барлық қазақтың жағдайы мықты деп мен айта алмаймын қазір. Қаншама жастарымыз үйсіз жүр, қаншама жастарымыз күйсіз жүр, дұрыс па? Квартира мен квартирада жүр. Біз соларға көмектесушіміз. Осындай компанияны алып келген біріншіден Явор Мұсаевичқа бір духол шапалақ шалып қояйықшы мына. Екіншіден мына бұрынғы заманның батыр қызы Әлия апамыз бен Мәншүк апамыз болса, қазіргі заманның батыр қызы осындай компанияға менің қазағыма бересің ба? Берсең болды, мен бүкіл қазақты артына еріп келе ертемін деген Марал ханымның өзі қазақтың батыр қызы бір дұғырды құлақтарыңыздаршы. Енді мына Ақтөбе қаласында сіздердің жоғарғы спонсорларыңыз, менің жоғарғы спонсорым Аманай мырза, мұнда келіңізші. Осында ер азаматтың арқасынан
маған менің духымды көтеріп тастайды. Менің бір спонсорым Ақтөбеде жүр, 2 спонсорым Алматыда жүр, мен Жаңғызым Шымкентте жүрмін. Бірақ андасында Гүлаш ханым жағдайың жақсы ма жаным десе біз мәз боламыз да. Мен жаңағы немді беріңізші, бір пакетім бар еді осы жерде. Бір өзім осы Ақтөбе облысына бір кішірек бір өзімнің подаркын алып келдім, соны табыс етейікші. Әдемі Майра Рахимоваға тоже бір қонша подарок. Осы бизнеске шақырып, көзімді ашқан, өмірге қайтадан толып, қайтадан келтірген Сабира ханымға және де сіздердің алдарыңызда тұрған маған дуға жұбырып мына барлық өзімнің шын жүрегімнен шыққан сіздерге успехіммен бөлістім, ауырғаныммен бөлістім, қандай жетістікке жетіп алдарыңызда қалай тұрғанымды көзбен көріп тұрсыздар, живой результаттармен бөлістім. Ақтөбеге сіздерге көп рахмет. Кешегі күтіп атқан лидерлерге мың алғыс, дастарханын жайып жатыр. Сіздерге мың алғыс. Алла тағалам қайтадан осы жерде бір статус болған кезде тағы бір келіп кетуді маған Алла тағалам жазсын. Рахмет сіздерге. Давайте поблагодарим и проводим нашу замечательную, очаровательную миссис Гуляш. Рахмет, алдарыңызда керемет нәтижесімен көріскен